сіздердің орталыққа барып ана жігіттерді жаңағы бабамның мысалы сонау тегімізді улаттан тек аталарымыз, түп аталарымызды улат, жан істейміз. Содан бері қарай Байыс деген еліміз Қараман. Ал енді сол Байыс пен бабаменен жаңа Қараман бабаларымыздың арасындағы аталарымыздың, мысалы айтатын болсақ, енді түп атаның енді біліп жатсақ, тек аталарымыздың соның араларындағы 7 атаның өзі үзіліп кетіп жатыр, білмей жатыр. Жаңағы балаларға айтсаң, қуанып, ол бар, қазір біз қараймыз деп жатыр. Енді соған Алла разы болсын, Құдайға шүкір, өзім қуанып кетіп жатырмын. Енді әзір кезде біздерде шежіре көп жазып жатыр ғой. Шежірені әртүрлі мамандар жазып жатыр. Себебі бұл баяғыдан бері біздерге тарихқа деген сусағандағанымыздың соның негізінде әзір шежіреге барып тіреліп жұрттың бәрі өзінің ата тегін жазып жатыр. Әзір кезде мысалы шежіреде мынандай, бір Европаның тарихшылары бір адамға, бір әулетке 30 жыл береді. 30 жыл. Ал біздерге ол дұрыс келмейді. Біздерде 15-16 жаста балдарды үйлендірген қазақта. 16-17 жаста ұрпақ пайда алған. Сонда 20 жылға алсақ, үлкен шежірені былай адам басына қосып отырсақ, сонда бұл 15 ғасырға тіреледі, ар жағында адам жоқ дейді. Негізінде біздер тарихты зерттеп отырғанда қарасақ, 3-4 ғасырда әрбір тайпа жеке-жеке көшіргендерін байқаймыз. Соның ішінде мына шежіренің жазғанын, бұның ар жағында үлкен тарих емес қой, бірақ шатасу бар. Үлкен тарих емес, бұл тарих емес, бірақ та адамға керек зат. Ал енді бұның ар жағында шатасуы, себебі біздерде әртүрлі не болған. Қазақ хандығы кезінде, мемлекет құрған кезде біздер шежіренің өзіміздің ұры тайпаларды қайтадан қосып, қайтадан ықшамдаудың арқасында біздер мемлекет жерде қандай газетте, ауылда газет, болмаса үлкен журнал, басқа кітап шығып алып шығатынын бәрін зерттеп, сол жағын талдау жасаймыз. Себебі біздің қолымызда 1800 жылғы жаңағыдай шалдардың жазып кеткен шежірелері бар. О, Санкт-Петербургтан архивтен 70 том біздер кітапта шығардық соны. 70 том материал киргизский землепользование деген бар. Сонда ішінде шежірелер бар, әрбір ауылдардың ақсақалдары бар, әрбір жеке адамның жері, оның қыстауы, оның жайлауы, оның малдардың саны, адам бас саны бәрі жазылған. Сол арқылы біздер әзіргі шежірелерді екеуін салыстырып отырып қателерін тауып алдырмыз. Солардың бәрін алдырып, жаңа ғылыми түрде жаңағыдай анализ беріп жатырмыз. Сонда біздер енді мысалы мынау өрісте жүрген үлкен бір отар қой тарап кетеді ғой. Солардың бәрін басын қайта бір жолға салады ғой. Сол сияқты біздерде осы тарап кеткен заттың бәрін басын жинап бір жүйеге салып жатырмыз. Енді бұл мемлекеттің, қазақ халқының үлкен тарихының негізін алып жатырмыз. Соны қайтадан жазып